сонымен ары қарай жалғастырсақ, ол адамның ең басты шешуші әсер беретін адамның өмірін ұзақтығына бұл сенің күйің. Әртүрлі жағдай айналаңда болып жатқан жағдайға байланысты сенің күйің. Қандай күй сезініп жатсың, қандай күйдесің сен? Эмоционалды жағынан қандайсың сен? Мысалы, бір ситуация болды, соған орай сен күйінесің, мысалы, уайымдайсың, қайғырасың, ренжисің, өкпелейсің, немесе сол сияқты сондай бір эмоционал теріс эмоцияға беріліп, сондай күйде болсаң, және неғұрлым көп боласың сондай күйде, соғұрлым сенің ең өмірлік энергияң желіне береді, тез мөлшерде кете береді сенің өмірлік энергияң. Сондықтан бұған өте қатты қарау керек, зейін қою керек оған. Ең бастысы сол, мына қозғалмауда әрине әсер береді, қатты әсер береді. Көп диванда жатқан адаммен көп шаруа істеп жүгіріп жүретін адамның екеуінің өмірінің ұзақтығына айырмашылық бар әрине. Сосын ішіп жеген тамағың, не іштің, не жедің, және ең бастысы ол не ішіп, не жегенің емес, қанша ішіп, қанша жедің, соған байланысты. Былайша айтқанда, не ішіп, не жесең де, былай қарағанда негізі көп ондай әсері жоқ. Бар әсер, бірақ сондай айтарлықтай емес. Ең бастысы сен қанша, қалай жеп жатсың. Мысалға, әбден шайнап жейтін болсаң, тамақты ол бір мәселе. Тек бір-екі шайнап жұтатын болсаң, ол екінші мәселе. Әбден шайнап жұтқан тамақ өте жақсы, қонымды, сіңімді болады. Біріншіден, екіншіден сен аз ішесің тамақты. Тек бір-екі шайнап жұтқан адамдікі ол қорытылмайды, дұрыс ішінде жүреді, дұрыс организмге, ағзаңа бөлінбейді, сол көп әсер береді. Сосын таң атқаннан кешке дейін бір 2-3 сағат сайын, 4 сағат сайын тамақ жеп берген өте көп энергияны жеп қояды, жалмап. Оны да біз алдынан бері айтып жатырмыз, бірақ тағы да соны тағы бір еске түсіріп жіберсек, ешқандай артықтығы болмайды. Қайта тамақ жеп берген көп энергияны жұмсайды сен. Көп энергияны алады, жалмап. Сондықтан тамаққа азайтқан жақсы. Негізі тынышы күніне 1-ақ рет ішкен тамақ. Негізінде. Нағыз болмаса 2 рет. Қалған уақытта организм бос болу керек тамақтан. Сонда ол өйткені тамақ өте көп уақыт қуат кетеді. Өте көп. Бірақ ең бастысы ол сол мына күйің қандай, эмоционалдық соған байланысты. Ең көп бір 50%-дайын бүкіл энергияның жейтін сол эмоциялар. Сен күйің сол кезде күйініп жүрсің бе, ренжіп, өкпелеп жүрген, қайғырып, қаймығып, уайымдап жүрген, сонда қатты жалмайды сен энергияңды. Сондықтан осының бәрін егер мен түбегейлі құртпағанмен соны мейлінше шектесең, соның өзі бірталай саған күш береді, бірталай энергияңды үнемдейді. Мен алдыңғы бір кездесулерімізде айтып кеттік, өмірлік энергияны қалпына келтіру ешқандай мүмкіншілігі жоқ. Ол 1-ақ рет беріледі. Күнделікті энергияны қалпына келтіру болады. Ұйықтап алдың, демалдың, тынықтың, қалпына келдің, ертеңіне жұмыс істеуге дайынсың. Өмірлік энергия ол 1-ақ рет беріледі. Оны тек үнемдеуге болады, үнемдеп жұмсауға. Соны үйреніп алсаң, бірталай шаруа шешілетін ұзақ өмір жөнінде. Оны қалай үнемдейсің, тағы да қайталап өтейік. Эмоционалды, теріс эмоцияға берілмеу. Күйің қашанда көтеріңкі көңіл күйде жүруің керек. Қашанда не болып жатса да. Көңілді көтеріңкі болмаса да, ең болмағанда үнжұрған түсіп жүрмеу керек қой. Қандай жағдай болып жатса да. Сосын тамақты жей бермеу керек, тамақ қорытуға көп энергия кетеді. Сосын андай ауыр жұмыстар істеуге көп энергия кетеді. Соның ішінде мысалы темір терсекпен жұмыс істеу, штанга көтеру сияқты, көп жүгіру сияқты, олар да көп энергияны жалмайды. Сондықтан
физикалык тургудан әрине козголуу керек, бирок ретімен. Мысалға йога, цигун сияқты мына шығыс системалары, олар өте көп әсер береді. Соның ішінде бірақ өте аз қуатын жұмсалады. Өйткені жай асықпай істелінетін нәрселер, сондықтан оларға көп энергия жұмсалмайды. Мына өмірлік энергия жұмсалмайды. Мына күнделікті энергия ол жұмсалады әрине. Бірақ бәрі ана штанга көтергендегідей болмайды, қалай болғанда да. Өмірлік энергияң әсіресе соның ішінде өте аз жұмсалады. Соның арқасында сен үнемдейсің. Егер өзің эмоцияларыңды ұстасаң, және ол сабырлықтан айырмашылық бар. Сабыр деген ол сен өзің эмоцияларың тежеуге де көп энергия кетеді. Тежеуге көп энергия кетеді. Сен эмоцияларың ішінде ұстап, сабыр деп. Сондықтан сабырдың өзі бір жағынан былай жақсы ғой, әрине. Бірақ сенің энергияны жеп қояды, өмірлік энергияны. Сондықтан сабыр емес керегі, немқұрайлылық деуге болады. Мына біздің күнделікті өмірдегі өте маңызды деп ойлайтын нәрселеріміздің көбіне немқұрайлылықпен қарау керек. Сол саған көмектесетін энергияны, өмірлік энергияны үнемдеуге ең басты. Сондықтан мен оны айтуға шаршамаймын, осы тұрғыда айтуға. Қалғанның бәрі тиіп қашпа мәселелер, экология сияқтылар. Климат, қандай климатта тұрасың, далада тұрасың ба, тауда тұрасың ба, мұхиттың жағасында тұрасың ба, бір аралда. Оның маңызы соншалықты қатты емес. Төменгі жақта оның несі беретін әсері ұзақ өмірге. Соның бәрін егер ойлап шеше бастаса, бірталай сұрақ шешуге. Бірақ ол үшін ниеттеніп мақсат қою керек, ұзақ өмір сүремін деп. Ол қазір әбден мүмкін. Оған қазір көп адам бет бұрып жатыр. Сондықтан менің өз басым ойым, біздің қазақ халқын бәрін көтере алмасын, әрине, бірақ бірталайын соны сол жолға қойып, осы ұзақ өмір сүруге, біздің өмірімізді, көзқарасымызды, мәдениетімізді бірталай өзгертуге, соны өзім күш-жігерімді жұмсағым келеді. Біздің қазақ халқын көтеріп, Қазақстанды ұзақ өмір сүрушілер халқының ішінде болсын деген өзімнің нем бар, бір мақсатым бар, алдыма қойған. Сол үшін қазір жұмыстанып жатырмын. Егер қолдайтындар болса, әрине мен қуанышты боламын. Қолдап, соны жүзеге асыра бастаса, әркім өзінің жүрген жерінде, отырған орында өзі бастап, өзі істей берсе, міндетті түрде оған тағы да кісілер қосылады. Үлгі қылып, бір шаруада, анадан, бірден тек бәрін тастап қосыла жүгіріп кетпейді әрине ешкім. Бірақ әйтеуір уже өмірін өзгерте бастайды, көзқарасын өзгерте бастайды. Сізге қарап, егер сіз қазір осыны айтқандарды жаймендеп, біртіндеп жүзеге асыра бастасаңыз, егер бірден бәрін өзгертсеңіз тіпті жақсы, бірақ ол енді қиын әрине. Сондықтан біртіндеп өзгерткен тыныш, біртіндеп кішкенеден бірақ біртіндеп. Жапондардың бір жақсы несі бар, мақала. Тез деген ол жай, бірақ қайта дейді. Жаймендеп, бірақ шұқылай бересің ғой, шұқылай бересің. Бүгін ананы қоясың, ертең ананы бастайсың, сөйтесің, біртінде бір жерде қойып кетесің, бірақ сосын бір-екі неден кейін бір уақыттан қайттан бастайсың, сол сияқты бірде жеңілесің, бірде құлайсың, бірақ бәрі тұрасың, сөйтіп кете бересің. Сол сөйтіп, ана тамшылап көл болады ғой. Бірден көлді жинай қою қиын. Соны айтып, сол турда айтып отқаным ғой. Бірден ол сен үлкен көл жинай алмайсың, сондықтан тамшылап бірінші шалшық су болады, сосын аржағынан өзен пайда болады, көлшік пайда болады, сосын үлкен көл болады, ол көл мұхитқа ұласады, сөйтіп өзіңді өзгертесің. Бірақ қазір бастау керек, мына көшті қозғау керек. Сосын жүре келе көш түзеледі. Сол сияқты сіздің өміріңізде сол тұрғыда егер өзгерте бастасаңыз, біртіндеп сізде өзгересіз. Және бұл жерде маған қайда, мен өзі қартайдым, менің уақытым өтіп кетті деген әңгіме жоқ. Сен қаншада болсаң да, қандай күйде болсаң да, жаңа өмір бастауға болады. Ешқашанда кеш емес. Мен де мысалға жап-жас адам емеспін, бірталай жасқа келгенмін осы тұрғанда. Бірақ қазір өмірді бастап жатқандай күйдемін.
ешқандай ол жағынан мәселе көтермей ақ қойыңыздар, баса беріңіздер. Ал тек ниет болса, сол пиғыл болса, соны істейтін. Соның бәрін жасай беру керек. Ешқандай оны кеш емес, ешқандай қиын емес. Тек психологиялық тұрда қиын, сол өміріңді өзгертіп, бүкіл көзқарасыңды өзгерте бастау қиын. Сол тұрғыда ғана, басқа ешқандай мәселе жоқ. Бәрін шешу болады. Бүгінше осы. Рахмет. Ойларыңыз болса жазып отыруларыңызға болады. Мен қашанда диалогқа дайынмын. Қуана жауап беремін. Жақсы, сау болыңыздар.